Сәлем достар! Бүгін отбасы мүшелерін дұрыс таныстыруды және етістік, уды үйрету құрылымын қолдануды үйренеміз. Сабақ соңында өз отбасыңызды еркін таныстырып, кім кімге нені үйретті деген сұраққа жауап бере аласыз. Сен үйде нешінші баласың? Мен үйдің кенжесімін, өзіңше? Мен үйдің тұңғышымын. Сендерде үйдің үлкені кім? Үйіміздің үлкені ағам, әпкем де бар. Ағаң мен әпкең бар, қандай күшті. Үйде жеңгең бар ма? Иә, ағам үйленген, әпкем тұрмыс құрған. Жездең де бар екен ғой. Иә, жездем де, жеңгем де бар. Олар өте жақсы кісілер. Нан саған кім үйретті? Мектепте оқып жүргенде осындай компьютерлік бағдарламалар құрастыруды ағам үйретті. Өйткені ол бағдарламашы. Қандай жақсы. Маған компьютерлік дизайнды жасауды әкем үйретті. Себебі ол суретші. Жалпы әкем маған көп нәрсені үйретті. Енді лексика бөліміне өтейік. Отбасы мүшелерінің атауларын дұрыс айту, қазақ тілінде таныстырудың негізгі қадамы. Қазір осы сөздерді мысалдармен бірге талдап шығамыз. Тұңғыш бала үйдің үлкені. Ағам тұңғыш бала үйдің үлкені. Кенже бала үйдің кішісі. Мен кенже баламын, үйдің кішісімін. Аға іні. Ағам маған көмектеседі. Әпке сіңілі қарындас. Менің әпкем бар, ол үйдің тұңғыш баласы. Менің сіңілім бар, ол үйдің кенжесі. Алтайдың қарындасы бар, ол үйінің кішісі. Бауыр ағайын туыс. Біз бауырмыз. Жеңге. Жеңгем мейірімді. Жезде. Жездем сыпайы. Құрметтеу. Біз ата-анамызды сыйлаймыз, үлкендерді құрметтейміз. Ал енді грамматикаға көшейік. Бүгін біз етістік, уды үйрету құрылымының қалай қолданылатынын үйренеміз. Бұл форманы меңгерсеңіз, біреуге бір нәрсені кімнің үйреткенін еркін айта аласыз. Ағам маған футбол ойнауды үйретті. Атам маған домбыра тартуды үйретті. Әпкем маған сурет салуды үйретті. Уды қосымшаларының жалғануы дауысты дыбыстардың бір-бірімен үйлесуіне байланысты. Жазуды. Етістікте жуан дауысты дыбыс болғандықтан, жуан дауысты дыбыс қатысқан уды қосымшасы жалғанып тұр. Үйренуді. Етістіктің түбірі жіңішке дауысты дыбыс болғандықтан, жіңішке дауысты дыбыс қатысқан уды қосымшасы жалғанып тұр. Менің атым Арман. Біздің отбасымыз үлкен. Әкем, анам, ағам, әпкем және мен. Мен кенже баламын. Ағам маған велосипед тебуді үйретті. Ал әпкем ағылшын тілін үйретті. Біз отбасымызда бір-бірімізді сыйлаймыз және әрқашан бірге болуға тырысамыз. Арманның отбасында неше адам бар? 5 адам. Оған велосипед тебуді кім үйретті? Ағасы. Экрандағы қосымша. Арман нешінші бала?
кенже бала. Әпкесі оған нені үйретті? Ағылшын тілін. Олар қандай отбасы? Тату тәтті, бірін-бірі сыйлайды. Мысал сөйлемдер. Менің отбасым тату тәтті. Әкем маған кітап оқуды үйретті. Жеңгем өте мейірімді. Мен тұңғыш кенже баламын. Енді алған білімімізді бекітіп көрейік. Экрандағы тапсырмаларды бірге орындап, сөздерді сөйлем ішінде қолдануды үйренеміз. Дайын болсаңыз, бастайық. Бос орынды толтырыңыз. Мен үйде баламын. Менің бар. Ағам маған үйретті. Әпкем маған үйретті. Қайталау. Мен отбасымды сыйлаймын. Мен кенже баламын. Әкем маған кітап оқуды үйретті. Менің отбасымда 6 адам бар. Әкем маған шахмат ойнауды үйретті. Әпкем бағдарламалауды үйретті. Үй тапсырмасы. Өз отбасыңыз туралы 4-5 сөйлем жазыңыз. Кім және кім сізге нені үйретті? Кемінде 2 сөйлемде етістік уды үйрету құрылымын қолданыңыз. Келесі сабақта біз автобустың бағытын сұраймыз және аялдамада қалай сөйлесеміз, соның бәрін үйренеміз. Көріскенше.